Құрметті көрермен, дәл қазір біздің студиямызға кезекті қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстырайын. Кентау қаласындағы 5-6 сынып оқушылар арасында өткен республикалық пән олимпиадасының облыстық кезеңінде жүлдегер атанған түркістандық оқушылар дәл қазір біздің студиямызда. Ендеше таныстырып өтейін. Ататүрік атындағы нөмір 17 мектеп гимназиясының оқушысы Нұралы Бабайхан және оның жетекшісі математика пәнінің мұғалімі Гүлнұр Деңгелбаева, сондай-ақ Қазыбек Би атындағы нөмір 14 жалпы орта мектебінің оқушысы Алима Бақытжанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ең алдымен сіздерді дәл осы облыстық кезеңде жүлдегер атанып республикаға жолдама алғандарыңызбен құттықтаймын. Енді алдымен сізден бастайын, сұрақты. Жалпы осы олимпиадаға дайындалу қанша уақытты алды? Қандай кезеңдерден өттіңіздер? Жалпы бұл республикалық олимпиада, панель олимпиадасы болып табылады. Оған біздің Түркістан облысы білім басқармасына қарасты 20 мектептерден 21 оқушы қатысты. Соның ішінде 15 оқушы жүлделі орындарды иеленді. Дәл осы алдарыңызда отырған 2 оқушымыз бізде республикаға жолдама алып отыр. Облыстық кезеңнен бірінші орын алды. Алдағы уақытта біздің Түркістан облысының намысын қорғайтын оқушылар дейік. Ол республикалық олимпиада осы қаңтар айына жоспарланған. Тамаша. Астана қаласында өтеді деп отыр. Шынымен де біз өте қуаныштымыз. Енді осындай болар баланың бетін қақпа белін бу дейді ғой. Жалпы енді сіз Нұралыны қалай таңдадыңыз? Жалпы есепке жүйрік болып отыр ма? Қай жағынан өзіңіз қандай методикалармен дайындайсыз? Нұралыны сыныпта мықты оқушылардың бірі. 3 оқушыны қатар алып, осы Нұралының ішіне таңдап алдым. Нұралы үмітімді ақтады. Тамаша. Өте жақсы. Біздің мектепшілік кезеңнің өзі өте қатаң түрде өтеді. 6 сыныптар бізде өте көп қой. 13 сыныптың арасынан осы Нұралы озып шығып, қалалық кезеңге өтті. Одан кейін облыстық кезеңге де бардық. Сонымен Нұралы өте зерек, есеп шығаруда өте алғыр. Тамаша. Сыныптың үздігі. Демек, еліміздің ертеңнен үміт күттіретін оқушы осы 2 оқушы деп айтсақ артық айтқандығымыз емес. Енді Нұралы және Алима. Нұралы, өзің математика пәнінен олимпиадада қиналған жоқсың ба? Қандай қиындықтар болды, айта көрші? Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде математика орташа болды. Орташа. Оңайдан орташаға өтті, қалалықта оңай, облыстықта орташа болды. Күніне енді осы дайындалуға қанша уақытыңды жұмсайсың? 3-4 сағатымды математика сабағына жұмсаймын. Математика сабағына, тамаша. Алима, енді өзің жеке арнайы мектептен келіп отырсың, арнайы мұғалімің сені қалай дайындады осы уақытқа дейін олимпиадаға? Қандай қызықтар, қандай қиындықтар болды? Біз 6 сынып пен 5 сыныптың материалынан өте көп дайындалдық. Өткен сабақтардан да немесе өтпеген сабақтардан да келіп қалуы мүмкін деген оймен қатты дайындалдық. Барлық кітапты парақтадыңдар ма? Иә. Енді қалалық кезеңде де облыстық кезеңде екеуінің қайсысы қиынырақ болды? Қалалық кезең қиынырақ. Қалалық кезең, облыстық кезеңде дәл сенің атыңды атайтын кезде сенімді болдың ба? Осы мен қазір алдым ма осы орынды деп, әлде күдік болды ма? Сенімді болдым. Сенімді? Тамаша. Енді республикалық кезеңге қалай дайындалып жатырсың? Республикалық кезеңге өте белсене дайындалып жатырмыз. Кез келген шығармаларды, ақындарды талдап, жылдардың барлығын термен жаттап жатырсың, тамаша. Енді қазақ тілі әдебиетінде қалай дайындалатыны түсінікті. Ақындар, белгілі тақырыптар болады. Ал енді математика, есеп ол түрліше болады. Енді өзіңіз осы оқушылардың дайындығына қаншалықты мән берудесіз? Өте қатты мән береміз. Күнделікті дайындық. Бізде бұларда аптасына 5 күн оқыса, 5 күнде де математика болады. Және қосымша Нұралыны алып қалып жекеде дайындаймыз. Логикалық бағытынан да және осы пән бойынша осы 6 сыныптың бағдарламасын біз дайындалып аяқтап тастадық десек те болады. Себебі біз білмейміз ғой қандай сұрақтар келетінін. Әрине. Сондықтан барлық нені қамтып дайындалып жатырмыз, Құдай қаласа. Тамаша. Енді негізі осы мектеп оқушылары үшін ең жоғарғы дәреже бұл білуімше республикалық пән олимпиадасы. Дәл осы пән олимпиадасына бұрын жүлдегер болып шыққан оқушыларыңыз бар ма? Біздің мектебіміз айта кетсем, Ататүрік атындағы номер 17 мектеп гимназиясы, гимназия сыныптары тереңдетіліп оқытады пәндерді. Дәл осы орайда жылда өтетін олимпиадалардан бізде оқушыларымыз өте жақсы орындар алып,
жүлдегер атанады. Кеше ғана өткен бізде жаратылыстану бойынша олимпиададан облыстық кезеңнен оқушымыз Әнуар Аружан бірінші орын алып республикаға барып қайтты. Тамаша. Менің оқушыларым ішінде осыдан 2017 жылы оқушым халықаралық Болгар олимпиадасынан күміс медаль иеленген болатындығын. Тамаша. Енді дәл осы жолы да Нұралы сондай халықаралық шетелдерге шығып арнайы жүлде алып келсін дегіміз келеді. Енді Нұралы, жалпы осы математикадан басқа тағы қандай пәндерді жақсы көресің? Қазақ тілі, ағылшын, және де тағы басқа пәндерді жақсы көремін. Негізі екеуің де оқуда озат болып тұрсыңдар ма? Иә. Жақсы. Енді осы пән олимпиадасына дайындалған бөлек, одан бөлек мысалы басқа да жарыстар болады. Жалпы осы халықаралық олимпиадалар болады. Егер кейін сендер дәл осылай жақсы оқып, осындай олимпиададан жүлде алып жүрсеңдер, сендер біздің еліміздегі кез келген университетке тегін жолдама аласыңдар. Сондықтан мен қазір сендерден сұрағым келеді. Қандай университетте немесе қай елде оқып білім алғыларың келеді, қандай жарысқа барғыларың келеді, армандарың бар ма? Мен Қазақстандағы ең мықты оқу орындарына түскім келеді. Дәл осы елде оқығың келеді, иә? Тамаша. Алима? Ал мен енді қазақ тілі әдебиетін таңдап оқитын болсаң, онда сен осы елімізде оқисың. Ал егер енді ағылшын тілін оқып, аудармашы болып, қазақ әдебиетінің дамуына үлес қосам десең, онда сен шетелде оқи аласың. Қай жағын таңдайсың? осы Қазақстанда. Қазақстанда, иә, Қазақстанның болашағы дәл осы Қазақстанның өзінің жастарының қолында екенін ұмытпаған жөн. Енді алдағы уақытта осы қаңтар айында олимпиада өтеді. Олимпиаданың өзіне, мысалы, Түркістаннан қазір қанша оқушы дайындалуда? Облыстық кезеңнен өткен Түркістан қаласы бойынша осы 2 оқушымыз дайындалып жатыр. 5-6 сынып оқушылар арасындағы. Тек осы 2 пәнді әлде барлық пәннен бір оқушыдан, иә? Иә, барлық пәннен. Бірақ жаңа облыстық кезеңнен өткен осы қала бойынша осы 2 оқушымыз математикамен және қазақ тілі пәні бойынша. Демек, Түркістан қаласы дәл осы 2 пән бойынша бірінші орын алып, республикада жолдама алып облысының атына шығады. Жақсы. Енді Гүлнұр ханым, қазіргі таңда мысалы біз айтамыз оқушылардың даму деңгейі, сабақ оқу үлгерімі кішкене төмендеп кетті деп айтып жатады. Сіз өзіңіз педагог ретінде осы турасында не айтасыз? Менің ойымша ол қатты төмендеген ештеңе жоқ. Оқушының өзіне байланысты. Иә, телефонға көп қарап кетті деп айтып жатады. Бірақ ол дегенмен де ол оқушымен жаңа ата-анаға да байланысты деп ойлаймын. Үйде кішкене шектеп, оқушыны, баланы шектеп, белгілі бір уақытқа ғана берсе телефонды, ұялы телефондарды, және қызықтырып қойса, сен осы сабақтарыңды оқып бол, содан кейін ұялы телефонды қарайсың деген сияқты. Жақсы. Енді мен қазір Нұралы мен Алимадан сұрағым келіп тұр, дәл осы олимпиадада сендерге не нәрсе мотивация береді? Мысалы, тапсырманы орындап жатқан кезде, тесттің жауабын жазғып жатқан кезде, бірінші орын алуым керек дейтін нәрсеге не нәрсе жетелейді? Кімнің сөзі естеріңе түседі? Мысалы, кейбір арнайы бокстан чемпион болғандардың барлығының өздерінің сөздері болады, мотивация беретін ойлар. Сендерде бар ма сондай? Менде бар. Ал, кезек-кезек айтайық. Кім айтады бірінші? Мен айтайын. Айта ғой. Мен мамамның мотивациясын арқасында үнемі есіме түсіріп тұрып. Мамаң не айтты? Айтшы. Сен өскенде мықты боласың, бірінші орын аласың, тек қана бірінші орында жүресің деп айтады. Алғы алданғы орыннан көремін сені дейді ма анаң үйде? Тамаша. Алима? Мен ата-анамның мотивациясымен күш-жігер аламын. Ата-анаң не деп айтады саған? Олар маған, сен өте жақсы дарынды қызсың. Болашақта да осындай бол, одан сайын біліміңді арттыр деп айтады. Сен біз білмейтін дағы қандай дарының бар? Өлең оқисың ба? Иә, өлең оқимын. Өлең оқисың ба? Қазір бізге бір шумақ өлең оқып бере аласың ба? Әлде кейіндеу сұрайық па? Кейіндеу сұрайық па? Жақсы, шынымен де дәл өзі біздің студиямызға келген енді оқушылар да, ұстаздар да өте жан-жақты талантты болатыны сөзсіз. Өйткені дәл осындай талантты ұл қыздарымызға, біздің талантты ұстаздарымызға бекерден бекер республикаға жолдама берілмейді. Сондықтан біз сіздерді тек осы